имам читал сурат Ясин фарс. И когда второй молвин читал, и он остановился. Имам учитель пророк саллаллаху алейхи имамейн харамейн шарифейн екі харамның имамы болып есептеледі бұлар. Өте ғалым адамдар, қарилар, анау адамдар емес. Когда Ясин второй молвин читали, джамаат слушаем, фарз намаз идет, слушаемся, имам читает Ясин, первый ракат, тогда имам остановился, и лухман никто не давал. И имам немножко остановился и опять начал повторять сзади. И пришел в этот аят, опять остановился. Имам Медини. Третий раз еще повторял, что никто лохнул. После этого все джамааты Ясин многие знаете, и хором вот так, как вы слышите, да, лохнул. Мы сегодня мы замечаем, здесь у нас в первом ряду Харикин читает, в первом ряду Муртаза Хари стоит, Аюб Хари стоит, наш брат. Два Хари лохма могут давать, но они лохму не дали. Почему? Потому что Харикин иногда өздеріңіз байқамасыздар кейде жаңағы сондай аяттар болған кезде үкім аяттар Алла Тағаланың жәннат турасы айтылғанда, тозақ турасында, жаһаннам турасында, Аллаға иман келтірген пенделердің жәннатына мәңгілік рахатқа кіретіндігі турасын айтқанда, имам кішкене бізге имам болып тұрған Харикин тоқтап қалды кішкене сол жерде. Ал егер де жаңағындай не келсе, жаңағындай есіне салу керек болса, тоқтап екінші рет қайталап барып ары қарай жалғастырып кетеді. Сондықтан енді лұқма берген бауырымызға Алла разы болсын, кітап қарап тұрған шығар мүмкін, бірақ бұл жерде байқауымыз керек те, Харикин өзі сөйтіп жаңағы бір қайталап, екі қайталап содан ары қарай жалғастырып кетеді. Сондықтан абзалы тыңдағанымыз дұрыс болады. Конечно, абзал өз что-то мы слышали, да? Это хорошо. Енді Алла Тағала баршамызға хидаят берсін, Алла дендерімізге саулық берсін, Харикиндегі әр уақытта біз тілейтініміз тек қана денсаулық, ұзақ өмір, отбасына семьяларына берекет берсін. Харикин енді ертең арғыны бір күні бізде хатым басталады, оған біз бүгін иншалла тақ күнде, ләйләтул қадр күнде, бүгінде яғламыз қазір бауыржан нешеде бастаймыз. Біз қазір осы бір 10-15 минуттан кейін уағызды бастаймыз, дәрісті бастаймыз. Сіздер үшін дайындалып келіп, қонағымыз келу керек, солай ма? Қонақ болады ғой? Қонақ келіп, осында отырып, уағыз тыңдайық, одан кейін тахажжуд оқимыз, иншалла. Және де бір айтып кететін не, біз тахажжудты Харикинмен бірге оқимыз. Ләйләтул қадрда. Қадыр түнінде Харикинмен бірге, иншалла, баршамызға осында келген жамағатты тахажжуд намазын оқимыз, Құда қаласа. Енді хафизбен Харикинмен жаңағыдай бірге хатым оқып жатқан қарымен хафизбен тахажжуд оқу бұл үлкен мәртебе негізі. Оны ертең бұл хадис келеді, оны сіздерге асықпай талдап, оның қандай сауабы бар екенін, қандай керемет қасиеті бар екенін біз иншалла айтамыз. Алла Тағала баршамызға өзі бақытты иман, зор денсаулық берсін. Кетпеңіздер, көпшілігіміз уақыттарыңыз болса, осында уағыз тыңдап, тахажжуд оқып, одан кейін сәле ішіп, таң намазын оқып тарқаймыз. Аллахумма раббана